Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай синабоны жасаймыз. Оған тіпті дрожждың да керегі болмайды. Ең бірінші біз бір жұмыртқаның үстіне ірімшік қосамыз. Және де кішкене жақсылап араластырып аламыз. Достар, мен араластырып алдым. Менің ірімшігім құрғақтау болып тұр. Сол себепті мен оның үстіне сүт қосамын. Сулы болса, сіздер оның үстіне сүт қоспай қойсаңыздар болады. Мен және де үстіне 2 қасық қант қосамын. Блендермен езіп аламын. Енді үстіне ас содасын қосып, ұнды қосып, қамыр елейтін боламыз. Достар, қолға сәл жабысатындай қамыр шығады. Енді біз бұл қамырды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Достар, қамырымызды тоңазытқыштан аламыз. Енді жаюға кірісеміз. Ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Енді жұмсақ сары маймен майлаймыз. Қант пен корица себеміз. Енді рулетчик қып осылай ораймыз. Енді осылай кесіп, шетінен противенға сала береміз. Противеннің астында сары маймен майлап, синабондарымызды осылай салып алдым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минуттай пісіреміз. Мінекей біздің синабонник қазір ғана пісті. Енді біз оның бетіне кремін жағамыз. Міне достар, осындай жұп-жұмсақ, дрожжсыз өте дәмді синабоны жасадық. Енді ортасын сіздерге көрсетейін. Мінекей жұп-жұмсақ. Осындай қатпарлы болып шығады. Сіздер де жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ендеше сіздерге рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.